оңға бұрылып тағы. Қатып жүрме. Мектепте ме, жаңа? Иә, ұқсас. Қарағым орта мектебі деген. Сарық бар ма? Сарық бар. Нағыл дейді? Сарыққа қой бөйге. Қарағымға еңбегі сіңген. Е? Қой. Бәрі бірден қой бар. Бізде жас орманшылар балалар клубы бар. Алматыдан келген бұл? Ауылдың балдары патриот емес. Ауылдың балдары пассивный біресе деп. Бәрі жасатқан ауыл балалар. Көрсетпесең осыны апа, мә. Патриот болмаса, мынаған қаяқтан келді? Ой, біздің мұғалімдер ғой мынау. Бізге сабақ берген мұғалімдер ғой мынау. Мыналар. Осында видеоға болсаң болады. Тақырыбы Bizim Мынау дәуірхана қой. Алты алаштың баласы бас қосты. Бізге 7 жылға шешіліп шығыпты. Дәуірхан. Мағжан Жұмабаев. Тамаша. Ізденімпаздар балдар ғой мынау. Иә. Оның bütün мынаның бәрі мынаған. Не дегеніз? Мына қандай? Баняға киетін неден жасаған да? Үмітке тапсырған ғой қасындағы. Енді осы тазалыққа осы не болып жақсақ дегенше. Кім? Сырын береді, жоғалған іске асырады, асықпай қалған. Ол кісі ескереді мұны? Кім? Шаруаның ел болып жатқан директоры. Шаруаның үміт. Ие олмыз істеді. Директор. Әзірге ие енді, болашақта. Мектептің музейі. Ішінде кімнің әкесі бар екен, қарады. Bu yerде менің әкем болу керек. Мынау алғышылар шығар. Подволжға кеткен Медетбаевтың берген. Кім? Қара тереңдік ме осы? Енді басып тұр? Мұражай үш бөлмеден тұрады, ағай. Бірінші залы арал балықшыларының еңбегі туралы. Сүре берейін де? Арал балықшыларының еңбегі туралы насихатталған көрме. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, бәрімізге тарихтан белгілі. Сонау Мәскеуден Лениннің хаты аралға келіп түскен болатын 1922 жылдары. 14 вагон ашаршылық кезінде Поволжье бойына Ресейдің аралдың 14 вагон балығы сол ашыққан халыққа, жетім балаларға көмекке барған болатын дер кезінде. Бар жоғы бас аяғы 2 айдың ішінде біздің арал балықшыларының еңбегінің арқасында көптеген балалар мен халықты аштықтан аман алып қалған болатын. Сондықтан осы арал балықшыларының еңбегін насихаттау мақсатында осы жерге Абай ағамыздың қолынан жасалған негізгі жасалған нәрселердің барлығы сол кісінің қолынан шыққан және де ауыл тұрғындарынан алынған жәдігерлер бар. Енді көбісі макеттегі ғой, көшірме болып жасалынған. Ана жердегі қызыл жазу арабша жазылған төбесіндегі. Мына тұрғанымыз вагонның макеті болып табылады. Вагон, поездың вагоны. Макеті төбесіндегі жазу бұл ашыққан халыққа аралықтардың көмегі деген мағынаны білдіреді екен.
Медетбаевдин агамыз биздин. Абай агамыз қазір аралға алып кететін заттар ғой, шығарып дайындап қойғанбыз мына жерге. Бұл негізі осы бөлме бұл этно ауыл деп аталады, яғни қазақ халқының салт дәстүрін дәріптейтін негізгі жәдігерлеріміз. Бұл жерде барлығы қолөнер бұйымдары осы ауыл тұрғындарынан, ата әжелерімізден көне көздері болып табылады. Барлығы да шынайы қолөнер бұйымдары болып табылады. Мына жоғарыда тұрған Абай ағамыздың өзінің қолынан шыққан туындысы, өзінің суреті, өзінің қолынан шыққан ши дейді ғой, ши. Әртүрлі түстермен сәнделіп тоқылған ши. 4 минут 55 минуттен Және де мына Абай бисмилла. Бұл аралға апарып істейін деп отыр. Аралда Абай ағаның 60 жасқа толуына байланысты көрме өтейін деп жатыр аудандық көлемде. Сол үшін сол жас кісінің жасаған бұйымдарын аралға көрмеге алып кетейін деп жатыр. Уақытша дейсің. Екінші, үшінші бөлмеміз үлкен залымыз. Осы жерде ауылымыздың тарихы, имам ежелгі заманнан бастап кеңес заманындағы және тәуелсіздіктен кейінгі жылдардағы тарихы бейнеленген. Соғысқа қатысқан майдангер аталарымыздың суреттері. Бір ауылдан кеткендер ол да? Осы ауылдан. Мынау бірінші телевизор ол да? Макет радио, телевизор. Қызым ана, неден қандай не бар мына? Қазақ ұлтын көтерген қарақтың толтыры туралы мына жерде хандардың тарих туралы білгенде Мынаны сөз бе? осы тақтағаны бар тек. Осы тақта бар. Ол екші ме, бұл екші? Сұр екші ол. Осы екші. Мына жақта суреті болу керек. Орналасқан жер туралы суреті. Жаңақасқа төбе. Адай кесенесі дейді? Иә. Ол қажет адай кесенесі. Ол кім адай еді? Шығысқа қарай Арал қаласының 78 шақырым жерде орналасқан. Біздің ауылымыздан 8 шақырым жерде. Иә? Бұл осы суреттегі фотолар осыдан бір 10 жыл бұрынғы түсірген Абай ағаның суреттерінде қазіргі орындары дәл бұлай сақталмаған. Енді мен өз көзіммен көрген жоқпын, бірақ осы Абай аға осылардың барлығына өзі барып суретке түсірген. Адай кесенесі қайсы адай екен ала? Кім түге? Көбісі біле бермейді, негізі осы Адай кесенесі адамның атына байланысты қойылған ғой аты. Мына Асанның абататы мына. Және біздің осы ауылымыздағы Көкдомбақ деген тарихи орны, мына жерде сол жердегі тарихи орнынан ескерткіштер әкеліп қойылған. Осындай құлпытастар бар екен. Бұндай жазулармен жазылған. Мағынасын аударып қойған. Он шақырымдай жерде. Несін? Қарақұм несінен ештеңе жоқ та? Қарақұм тоқтайын тегін ол да? Мынаны түсірші, қарақұм. Мынаны бар. 4 минуттен асырмайды. Сосын мынаны түсір.
баратын жері ғой. Міне, мына былай жүр, әдемі. Оқитындай ғой. Қарақұм тарихи маңызды жерлеріміз. Қазір біз мына жерде қай жерге барайын деп тұрмыз? Қазір Құлжыман Асқан үйге барамыз ба сіздің сұрағыңыз бар? Мынаған барамыз ғой, Қасқан төбеде. Я осыған барамыз, иә? Қай жер? Құлжымыр Қасқан төбе дейді. Дұрыс Құлжыман Асқан төбе. Адай деген мына жерде адайдың құмы деп мына көкешемен екі ортада жер бар. Осы жерде кеседе бар емес пе? Мына кеседе бар ма? Құлап қалды, иә? Құмнан ғой енді, бұрынғы құмнан істеп ел жер салмайды. Қарағым сайқасынан нелер бар ма? Дәрігерлер жоқ та. Сөзді көп нәрселер бар деп айтады. Басына расында бар. Оның Абай деген осы сияқтың жігіті ма? Жаңа жігіт бұл Абай. Қайсы? Ya şarap үйінің атын мінді жіберді. Сол ма Абай? Абай сол ғой айттым ғой. Мына онымен қайтып бара жатып онымен сөйлесу керек біраз. Ол қазір арада келген жатыр екен. Ертең жинаста бүгін. Жаңағы ма? Иә, арадан тауып аламыз. Арадан тауып аламыз. Қайтып кетеді ол, сұрақламайтын еді ол. Құдағай мұқтажда айтып кетті, қайтып кетті. Қарағым балықшылардың несі ма? Закусчысы ма? Телефон алсам көріп қаласың. Тауып. Өзі көрмек. Мәдениет үйінде бола ма? Алмайды ол. Менің құдағым көрген жоқ па? Зәмен кім еді құдағым? Жаздың ба? Зәзі. Қой, жазды. Аскез болмады. Onun adı var diye. Birazcık da buradan just kaçıyor. Bir ne o? 81'de? 81'de. Tanıyor mu? Oo. Ya ben götürdüm ya. Necip kızık oldu. Қарағым sen. Көкшедегі кімнің қызына көрдім ya. Әзбергеннің ба? Әзберген. Мен әкем суретті алмадым. Танымалда болды. Мына кісінің әкесін айтады. Ал осы жерде міне таяқ. Мен Мұхаммед Құмаш деген қайық па? Жоқ, соғысқа қатыспаған ғой. Сосын қатыспаған. Ашын істеген ғой. Кірген ауызда тұр демеді ғой. Ол бос қап тұрмыз ба? Қоян өзі ата қойған шығар. Ой жоқ. Ол бүтін сөйді. Бүгін қойыңдар, бергенін қайтып отыр. Бермеген ба? Беріп балдар жоқ жауын ше. Сондай берсе болады. Бұл қалай қойды? Кім айтты кірген ауызда тұрды? Я Абайдың айтты ғой. Кірген ауызда бөлек қойып ішті деген. Бөлек қойыңдар? Иә. Yalnız yollarda кетіп бар. Кірген ауызда бөлек қойдым Мен дейді. ауылдағы музейде кеше жинатсам, мектеп тұзғасын жинаттық қой. Мынаны қайдан шыққан балам? Мына жәді келген. Қолдан Қолдан жасаған. Қолдан жасаған. Кілеуіз аяқтыңыз. Қарың ба? Қарап па? Кіре берісте Назарбаев болып қойды. Тосын ойын баша. Мыналар түсіндесі. Қоймаған Абат, Айдәулет, Айнас, Жұмағұл, Өмірзақ, Иманәли, Қуанышбай. Жаңағы шоқандыр болады бізде? Ермағанбет Қуаныш деген ба? Иә. Метр. Аяқта? Аға, мына жақта бар екен. Бар екен, жанымыз қалды. Міне қойып әдемі қойды. Иә, кірген. Сол бары осы жақ. Қай жерде тұр? Мында тұрған ма? Мына ордендердің несі ғой енді, макеті болып келеді. Міне тұр әкем бар екен. Жанымыз қалды. Дайындауды ұлғайту 1987
жылдардағы қысқа кезеңде мал өнімділігін арттыру жөніндегі социалистік міндеттемелерді орындауда ең еңбекке ерік Sür. Sür o tamam. Ne aday? Ana yürüyüşüm yürü ver. Adayın molası mı? Ha, mınау? Mınау adayın molası eкен. Ha, есікті ашып тұрмадың бені жастар. Mınау adayın molası дейді, бірақ қай адай екен, не екенін білмедік енді. Адайдікі. Міне бұршақтар бар. Бүгін май айының қайсы? Мамыр айының 18-і. Аралда мына атаның басына барып жатыр еді. Бұршақ жауып жатыр. Қарағымнан өтіп барамыз, Қарағым құмы. Мазарына өттік. Адай атаның мазарына өттік. Адай атаның мазарына келдік. Өтіп барасың. Осындай бұршақ жауын жауды. Қайдан білейін, ақыр қайыры болсын енді. Әр елдің несібесі ғой, жердің несібесі. Жердің несібесі, малдың несібесі, халықтың несібесі бар. Аталарым себепші болып жатыр. Біздің берген неміз. Сау болсын. Самаша. Бүгін декабрьде жауатын бұршақ болды емес. Майда жауып тұрды. Қойды қап. Жеңе. Алдына шыға кетеді.